Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ әдебиеті пәніне қош келдіңіздер. Бөлім адамгершілік асыл қасиет. 7-ші сабақ. Оқу мақсаттары. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Сабақтың мақсаты кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашады. Бағалау критерийлері. Сабақтың тақырыбына болжам жасайды. Әңгімедегі басты кейіпкердің портретін сипаттап, іс-әрекет арқылы образын ашады. Шығарма кейіпкерлерінің көркем бейнесін анықтайды. Өз пікіріне шығармадан дәлел келтіріп, ойын қорытындылайды. Тілдік мақсаттар. Мінездеме, портрет, теңеу. Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Қос ауыз мылтықтай, шошқаның қылшығындай, қарбыз тәрізді, тікенек тәрізді. Осы сабақта талқылауға арналған сұрақтар: Бердібек Соқпақбаевтың қай повесімен таныс болдыңыз? Шығарманың басты кейіпкері кім? Қожаберген қандай бала? Сабағымызды бастамас бұрын болжау әдісі арқылы сабақтың тақырыбын анықтап аламыз. Берілген үзінділердің тақырыбын анықтап, үзінді арқылы кейіпкерлердің іс-әрекетіне өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Дескриптор өткен тақырыпты еске түсіреді, берілген үзінді арқылы шығарма тақырыптарын анықтайды. Кейіпкерлердің іс-әрекетіне өз көзқарасын білдіреді. Ықтимал жауап. Үзінді. Жетімдіктен өтерсің, шаң бермей әлі кетерсің, қажыма ақтан қажыма, жетерсің әлі жетерсің. Шығарма тақырыбы Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас» өлеңінен. Үзіндідегі кейіпкердің іс-әрекетіне сіздің көзқарасыңыз. Менің ойымша, Дулат Бабатайұлының ақтанға сенім артқандығын байқауға болады. Келесі үзінді. Сен қарауға әп-әдемі кісі секілді көрінесің, және жұмыс істеуге де қуатың бар. Үзінді Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесінен алынған. Менің ойымша, берілген үзіндіде жолаушы Тіленші Антонға сенім артып отыр. Екі үзіндіде де көріп тұрғанымыздай кейіпкерлердің сенім артқандығын байқап отырмыз, балалар. Сабағымыздың тақырыбына көшейік. Сабақтың тақырыбы Бердібек Соқпақбаев «Менің атым Қожа» повесінен үзінді. Сенім арту. Анықтама бұрышы. Портрет бұл адамды бейнелеу. Портретте адамның ұзына бойы, отырған қалпы немесе бет пішіні ғана бейнеленуі мүмкін. Осы көріністің бәрі портрет деп аталады. Жазушы адам портретін жасау үшін, оны оқушыларына жеткізіп беру үшін теңеу, эпитет, метафора, тағы басқа бейнелеу құралдарын қолданады. Жазушы шығармаға қатысушылардың сыртқы портретімен қатар ішкі портретін, мінезін, құлқын, наным сенімін, дүниеге көзқарасын суреттейді. Әдебиетте мұны мінездеу дейді. Екінші тапсырма. Шығармадағы басты кейіпкер қожаның портретін сипаттайтын сөз тіркестері мен сөйлемдерді тауып жазыңыз. Шығарма негізінде кейіпкердің маңызды үш әрекетін анықтаңыз. Дескриптор. Кейіпкер портретіне қатысты сөз тіркестері мен сөйлемдерді тауып жазады. Маңызды үш әрекетін анықтайды. Ендеше тапсырмамызды дұрыс жауаптарымен салыстырып көрейік. Ықтимал жауап.
Кейіпкердің кескін келбеті. Кейіпкер қожа. Мұрны қосауыз мылтықтың аузындай. Шекесі шығыңқы, басы қарбыз тәрізді, доп-домалақ. Тап-тақыр, шашы қатты, тікендей, қайратты, әкесі тәрізді, сұңғақ бойлы. Кейіпкердің маңызды үш әрекеті. Намысқа тырысты, батылдық танытты, ұстамды бола білді. Жарайсыздар, балалар. Үшінші тапсырма. Графикалық органайзер әдісі арқылы берілген үзінділер бойынша шығарма кейіпкерлерін сәйкестендіріп, кейіпкерлердің көркем бейнесін ашыңыз. Дескриптор шығарма мазмұнын біледі, берілген үзінділер арқылы шығарма кейіпкерлерін сәйкестендіреді, кейіпкерлердің көркем бейнесін ашады. Ықтимал жауаптар. Әкең тәрізді сұңғақ боласың. Әжесі. Әжесі мейірімді, қамқор. Сен көшедегі иттерді тәртіпке сал. Бұл Жантастың сөзі. Жантас сұмпайы, өсекші бала. Атымды айта бастасам, бұл қожаның сөзі. Қожа алғыр, ақылды бала. Саған бұл жолы жолдама берілмейді. Бұл мұғалім Майқанованың сөзі. Мұғалім талапшыл, қатал адам. Мынау шаш емес тікенек қой. Бұл ұста Әбубәкірдің сөзі. Өз ісіне шебер, әзілқой кісі. Жарайсыздар, балалар. Сіздер де осылай орындап шықтыңыздар деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Төмендегі сұрақтарды негізге ала отырып, ойыңызды төрт сөйлеммен жеткізіңіз. Сенім деген сөзді қалай түсінесіз? Сіздің ойыңызша қожаға сенім артуға бола ма? Дескриптор. Тақырып туралы өз ойын жазады. Тақырыпты түсіну сөйлемін жазады. Өз көзқарасына шығармадан дәлел келтіре алады. Тақырып бойынша қорытынды жасайды. Тапсырмамызды орындап болсақ, ықтимал жауаптармен салыстырып көрейік, балалар. Бірінші сөйлем. Менің ойымша, сенім адам бойындағы ең құнды қасиет. Себебі мен оны былай түсінемін. Сенімді адам болу жауапкершілікті сезінеді және орындай біледі. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Қожа анасының, ұстаздарының сенімінен шығып, үміттерін ақтай білді. Сондықтан қожаға сенім артуға әбден болады. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыға келдім. Сенім үміттің мұраты, жақсылықтың құралы болғанда, ұлы мақсаттарға жеткізеді. Сіздер де осылай орындап шықтыңыздар деп ойлаймын. Жарайсыздар, балалар. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Сабақ барысында сіздер сабақтың тақырыбына болжам жасадыңыз. Шығармадағы басты кейіпкердің портретін сипаттап, іс-әрекет арқылы образын аштыңыз. Шығарма кейіпкерлерін сөздерімен сәйкестендіріп, кейіпкерлердің көркем бейнесін анықтадыңыз. Өз көзқарасыңызға шығармадан дәлел келтіріп, ойыңызды қорытындыладыңыз. Жарайсыздар, балалар. Қосымша тапсырма. Сенім жетістіктің кілті тақырыбында өз көзқарасыңызды тұжырымдап, шағын эссе жазыңыз. 100-150 сөз. Дескриптор тақырыпты түсінеді, эссе құрылымын сақтайды, шығармадан дәлел келтіреді, өмірмен байланыстырады,
сөз көлемін ескереді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.